Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір математика сабағы. Математика сабағынан бүгінгі біздің оқитын тақырыбымыз түсімділік деп аталады. Түсімділік ұғымы сендерге бұрыннан таныс емес ұғым, жаңадан өтетін тақырып, сондықтан түгелдей мұқият боламыз. Түсімділік дегеніміз балалар, ол аудан бірлігінен жинап алынған түсімнің массасы. Біз оны кішкентай м әрпімен белгілейміз. Міне, кішкентай м әрпімен. Келесі, үлкен м бұл жәнегі жалпы өнімнің массасы. Үлкен м-мен белгіленеді, ал с дегеніміз аудан. Қандай да бір мысалы алқапқа бидай ектік дейік. Бұл жәнегі алқаптың ауданы 100 гектар болуы мүмкін. 100 гектар. Енді бұл біздегі аудан, ал мына жерге егілген бидай, бұның бір ғана гектарынан алатын болсақ, бір ғана гектарында қанша өнім алатынымыз белгілі болса, ол жәнегі түсімділік болады. Ал егерде оның бірақ жәнегі егілген жердегі бірақ алынған өнім, бұл жалпы масса, бас әріппен, м-нің бас әріпімен белгіленеді. Кітабымыздың 9-шы бетіндегі 3-ші тапсырмаға кестеге қараймыз. Бұл жерде былай дейді: бидай, оның түсімділігі, яғни кішкентай м 6 центнер гектарына. 6 центнер гектарына дейді. Оның ауданы 100 гектар. Жәнегі бидай егілген жердің ауданы 100 гектар. Осы жерден қанша өнім жиналады? Ол бізде бас әріппен м әріпімен белгіленеді. Қанша өнім жиналатын табуымыз керек. 1 гектардан 6 центнер жиналады. Балалар, міне 6 центнер гектарына жиналады. Шешуі: м-ді табу үшін мына жерде жазған формулаға жүгінеміз балалар. Оны табу үшін кішкентай м-ді с-қа, яғни ауданға көбейтеміз. Бізде 6 центнер гектарына көбейтеміз. С дегеніміз 100 гектар. 100 гектар. 6 мен 100-дің көбейтіндісі 600 болады. Олай болса балалар, жәнегі 100 гектар жерден 600 центнер бидай жинауға болады екен. Оны жауабына жазамыз. Келесі тапсырма, кітабымыздың 10-шы бетіндегі 4-ші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде балалар былай дейді: көктемде жалпы ауданы 50 квадрат метр болатын 2 гүлзарға қызғалдақтың баданалары отырғызылды. Әрбір квадрат метрге отырғызылған бадана саны бірдей. Бір гүлзарда 400 бадана, ал екіншісінде 600 бадана бар. Әрбір гүлзардың ауданын тап. Балалар, бізге мынандай 2 гүлзар берілген. Гүлзар дегеніміз ол гүл егетін жер. Осы 2 гүлзардың ауданы 50 квадрат метрға тең. 50 квадрат метрға тең. Екеуінің ауданы. Бізге табу керек: бірінші гүлзардың ауданы қанша, екінші гүлзардың ауданы қанша екендігін табуымыз керек. Енді оны табу үшін балалар бізге айтады: жәнегі мына бірінші гүлзарға 400 гүл отырғызылған дейді, ал екінші гүлзарға 600 гүл отырғызылған. Баданасы дегеніміз жәнегі гүлдердің, қызғалдақ гүлдері отырғызылған екен. Енді бізге 1 квадрат метр жерге қанша бадана отырғызылды, соны табу керек. Ол үшін балалар 400-ге 600-ді қосамыз. Барлығы 1000 болады. 1000. Олай болатын болса, 1000 тал гүлді осы 50 квадрат метр жерге отырғызған. 1 квадрат метр жерге қанша гүл отырғызғанын табу үшін балалар 1000-ды бөлеміз 50-ге. 1000-ды 50-ге бөлеміз. Сол кезде бізге 1 квадрат метр жерге қанша отырғызылған шығады. 1000-ды бөлетін болсақ 50-ге балалар 20 болады. Олай болатын болса, 1 квадрат метр жерге балалар 20 тал гүл отырғызылған екен. Енді бізге мына бірінші гүлзардың ауданын табу үшін оған 400 гүл отырғызды. 400 жәнегі бадана отырғызды дейді. Оның жәнегі қанша отырғызған табу үшін 1 квадрат метр жерге 20 отырғызды ғой. Ал 400-ді біз 20-ға бөлеміз. 400-ді 20-ға бөлсек, бұл жерде болады бізге 20. Олай болатын болса, бірінші гүлзардың ауданы балалар 20 квадрат метр екен. Ал екінші гүлзардың ауданын табу үшін 600-ді бөлеміз 20-ға. 600-ді 20-ға бөлсек,
30 квадрат метр. Олай болатын болса, бірінші гүлзардың ауданы 20 квадрат метр, ал екінші гүлзардың ауданы 30 квадрат метр болады екен. Жауабына осыларды жазамыз. Келесі тапсырма, балалар, осы 4-ші тапсырманың екіншісіне қараймыз. Бұл жерде мынандай мәтін есеп берілген. Бір фермер құлпынайды қарапайым тәсілмен өсірді. Сондықтан оның түсімділігі 10 килограмм жәнегі квадрат метрін алған екен. Түсімділігі, яғни М тең 10 килограмм квадрат метріне. Яғни 1 квадрат метр жерден 10 килограмм құлпынай алады екен. Ал екінші фермер, мынау бірінші фермердікі, ал екінші фермер жаңа тәсілді қолданып, әрбір квадрат метрден 3 есе артық құлпынай алады екен. Екінші фермердікі, балалар, бізге белгісіз, бірақ мына бірінші фермерден қарағанда ол 3 есе артық алады екен. 3 есе артық. 3 есе артық өнім алады. 3 есе артық өнім. Енді, балалар, 3 есе артық өнім алады дейді. Сендерден сұрап тұр. Егер екі фермердің әрқайсысы құлпынайды 900 квадрат метр жерге отырғызған болса, дейді, онда олардың әрқайсысы қанша түсім алады? Екінші фермер қанша құлпынай артық жинайды, дейді. Соны табу керек, балалар. Егер де жәнегі 900 квадрат метр, бұл бізде S болады. S тең 900 квадрат метр болса, онда олардың әрқайсының түсімі қанша болатынын табуымыз керек. Жеке-жеке әрқайсының түсімін табамыз. Енді жалпы массасы, яғни шешуі, балалар, бізге мына екінші фермердің қанша құлпынай алатынын табу үшін, ол біріншіден қарағанда 3 есе артық дейді. Олай болса 10-ды 3-ке көбейтеміз. 30. Олай болса, балалар, екінші фермер 30 килограммды жәнегі алады екен. Квадрат метрінен 30 килограмм алады екен. Енді бізге табу керек осы екі фермердің жеке-жеке жәнегі өнімдерін, түсімділіктерін табуымыз керек. Ол үшін мен 900 квадрат метрді көбейтемін. 900 квадрат метрді көбейтемін 30 жәнегі килограмм квадрат метріне деген. Бірінші, бұл бізде екінші фермердің өнімділігі, түсімділігі табамыз. Так, бұл жерде 3 пен 9-ды көбейтемін. 27, менде 3 нөлді тіркеймін. Олай болатын болса, жәнегі екінші фермердің өнімділігі 27 мың килограмм екен. Ал бірінші фермердің өнімділігін табу үшін 900 квадрат метрді көбейтеміз 10-ға. 10 килограмм жәнегі квадрат метрінен деген болатынбыз. 900-ді 10-ға көбейтетін болсақ, балалар, бізде 9000 болады. Олай болса, бірінші фермер 9000 килограмм құлпынай алады екен. Енді бізден сұрақ былай дейді. Екінші фермер қанша құлпынай артық жинайды? Қанша артық жинайтын табу үшін, балалар, 27 мыңнан, яғни бірінші фермердің жинаған құлпынайынан екінші фермердің жинаған құлпынайын азайтамыз. 27 мыңнан 9 мыңда азайтатын болсақ, 18 мың болады екен. Олай болатын болса, 18 мың килограмм артық жинаған екен. Жауабын өзіміз жазамыз.